Ассалаумағалейкум, құрметті Атырау өңірінің әуесқой балықшылары. Мынау запрет турасында райондардан жігіттер сұрап жатыр. Яғни, мәселен, Жылой районының жігіттері сұрап жатыр. Біздің жақта запрет бар ма деп. Қызылқоғаның жігіттері сұрап жатыр. Біздің жақта да запрет бар ма деп. Енді осыларға бір жауап беріп айтып өтейін. Мәселен, Жылой өңірінде Жем өзені бар, сосын Ембі өзендері бар, о жақта. Сосын көлдер бар тағы да. Ал Қызылқоғада Ойыл өзені бар. Сіздерге айтып өтейін, сіздер бір жақсы өңірде өмір сүріп жатсыздар негізге. Сіздерде ешқандай да запрет жоқ. Что не запрещено, то и разрешено дейді ғой. Тек қана запрет Қиғаш өзені мен үлкен-үлкен және Жайық өзенінде. Ал қалған ауылдарда ешқандай запрет жоқ. Осыны запрет сұрап жүрген Қызылқоғаның, Жылой өңірінің жігіттеріне бәріне жіберіп қойыңыздар. Енді запрет тек қана бізде Атырау өңірінде және Құрманғазыда, Атырау өңірінде 15 майдан 15 июньге дейін, ал Құрманғазыда, Қиғашта 20 сәуірден бастап 20 майға дейін. Сол себепті аулай беріңіздер, ешқандай запрет жоқ сіздер жақта, Құрманғазыда, Жылойда. Тек қана жаңағы запрещенный нәрсеге ауламасаңыздар болды. Мәселен, кастинг турасында сұрап отыр. Кастинг болмайды енді. Кастинг сеткеге жатады екен. Сеткі тура жаңағы сеткеге де, кастингке де аулауға болмайды. Өйткені кастингтің өзі сеткі сияқты болып саналып кетеді екен. Сол себепті штраф салып жіберу мүмкін. Ал баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Қармақтарыңыз қанды, қанжығаларыңыз майлана берсін жігіттер.